Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазір бізде математика сабағы. Кітабымызды ашып, сабаққа дайындала қояйық. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз ондықтан аттап өту арқылы қосу деп аталады. Дәптерімізді ашып, бүгінгі күннің жадын жазып, астына 28 және 29 сандарын көркем етіп жазамыз. 28 саны 2 таңбалы сан, 2 ондық, 8 бірлігі бар. Ал 29 саны, ол да 2 таңбалы сан, 2 ондық, 9 бірлігі бар. Енді балалар, оқулыққа назар аударайық. Оқулықтағы 16-шы беттегі бірінші тапсырмаға қарайық. Оқушының қолында қандай кеспе тұр? 6 мен 7-нің қосындысын тап дейді. Балалар, 6 мен 7-нің қосындысын табу үшін біздер жақсылап түсініп алайық. Түсініп ал, 6 мен 7-нің қосындысын табу үшін бірінші қосылғыш 6, екінші қосылғыш 7. Бірінші қосылғыш сол күйінде жазылады. Екінші қосылғышты біздер бірінші қосылғыш пен екінші қосылғыштың қай санын қосқанда толық ондық болады? Екінші қосылғыш 7, яғни 7-ні жіктейміз. Неше мен нешенің қосындысы арқылы жіктейміз? 7-ні мысал үшін 5 пен 1-ді, 2-нің, 4 пен 3-дің жіктеуге болады. Соның ішінде бізге тиімдісі бірінші қосылғыш 6, 6-ға неше қосқанда 10 болады? Соны іздейміз. Яғни 6-ға 4 қосқанда, яғни 7-нің бірінші жіктеу саны ол 4, екіншісі 3. 4-ке 3-ті қосқанда 7 болады. Ендеше бірінші қосылғыш сол күйінде жазылады. 6 қосу 4, яғни 6 мен 4-тің қосындысы 10-ға тең болады. Қосу 3, яғни жіктеген сандарымыз қараймыз. Сонда мынандай қосынды шығады. 6 мен 4-ті қосқанда 10 болады, 10 мен 3-тің қосындысы 13 болады. Сонда 6-ға 7-ні қосқанда 13 шығады екен. Міне балалар, тиімді тәсілмен ондықтан аттап қосу тәсілін таныстырып отырмын сіздерге. Енді әрі қарай қараймыз. Қыз баланың қолындағы кеспе қағазды қарайық. Қосылғыштар беріліп тұр. 8 мен 5-тің қосындысы, 18 мен 5-тің қосындысы және 38 мен 5-тің қосындысын тиімді тәсілмен қалай есептейміз? Ол үшін мына сандық сәулеге назар аударайық. Сандық сәуленің бойынан 8-ді тауып аламыз. 8. 8-ге 5-ті қосу үшін, яғни 5 санын жіктеу керекпіз. 5 санының бірінші қосылғышы қанша? 2. Себебі 8-ге 2-ні қосқанда 10 болады. Біз толық ондыққа толтырып алуымыз керек. 8-ге 2-ні қосқанда 10 болады. Яғни 5 санын жіктегенде 2 мен 3-тің қосындысы деп аламыз. 8-ге 2-ні қосқанда 10, ар жағында 10-ға қалған 3-ті қосамыз, 13 болады. Сол сияқты 18-ге 5-ті қосайық. Сандық сәуленің бойынан 18-ді тауып аламыз. 18-ден кейін 18-ге неше қосқанда 20 болады. 2, яғни 5 санын 2 мен 3-тің қосындысы ретінде жіктейміз. 18-ге 2-ні қосамыз, 20, 20-ға 3-ті қосамыз, 23. 5 санын сонда 2 мен 3-тің қосындысы ретінде жіктедік. 18-ге 5 қосқанда 23 болады екен. Сол сияқты 38-ге 5-ті қосқанда сандық сәуленің бойынан 38-ді тауып аламыз. 38-ге неше қосқанда 40 болады? 2 қосқанда, яғни 5 санын екінші қосылғышты жіктейміз. Ол үшін 2 мен 3-тің қосындысы деп аламыз 5-ті. Себебі балалар, біз толық ондыққа жеткізуіміз керек бірінші қосылғыштың мәнін. 38-ге 2 қосқанда 40, 40-қа 3-ті қоссақ 43 шығады. Ендеше дәптерге осылай етіп жазып алайық. Жаңағы мен түсіндірдім, соны түсініп жазып алайық. 8 мен 5-тің қосындысын табу үшін 5 санын жіктейміз. Ол үшін біз бірінші қосылғыш 8, 8-ге неше қосқанда толық ондық болады? 2 қосқанда 10 болады. Яғни 5 санының біріншісі жіктелу саны ол 2, екіншісі 3. 2-ге 3-ті қосқанда 5 болады. 8 мен 2-нің қосындысы 10, 10-ға 3 қосқанда 13 болады. Осылайша
тапсырмаларды түсіне отырып дәптеріңе жазып ал. Енді балалар, келесі тапсырма түсіндіре отырып шығар дейді. Яғни екінші кітаптағы екінші тапсырма. 7 мен 4-тің қосындысын табу үшін біз екінші қосылғышты жіктейміз. Ол үшін 7-ге неше қосқанда 10 болады? Дұрыс айтасыз, 7-ге 3 қосқанда 10 болады. Яғни 7 қосу 4 тең болады. 7 қосу 3 қосу 1. 4 санын 3 пен 1 қайдан шығып тұр? Ол 3 пен 1 4 санының мәні. 3-ке 1 қосқанда 4 болып тұр. 4 санын жіктеп тұрмыз. Түсіндіре отырып осылай талдап, есептеп көр. Одан кейін үшінші есепке назар аударайық балалар. Үшінші есеп сөз есеп. 4 нұсқа бар. Сол 4 нұсқада біз сөз есепті шартын құрастырмаймыз. Бұл жерде тек қана өрнектер құрастырамыз. Оқимын. Конструктор жиынтығында 18 көк және одан 4-еуі артық қызыл түсті бөлшектер бар. Конструктор жиынтығында неше қызыл түсті бөлшек бар? Яғни табамыз. Қызыл түсті бөлшекті табамыз. Ол үшін бізде артық деген сөз бар. Екіншісі белгілі, қызылы белгісіз қызыл түсті бөлшек. Қызыл түсті бөлшекті табу үшін біз 18-ге 4-ті қосамыз. Ол үшін жаңағы жоғарыда өткен амалды қолданамыз. 18-ге 4-ті қосу үшін біз бірінші қосылғыш 18, ол жазылады. Екінші қосылғыш 4, 4-ті жіктейміз. 4-ті қалай жіктейміз балалар? Бірінші амалды толық ондыққа жеткіземіз. 18-ге неше қосқанда 20? Дұрыс айтасыздар, 2. Яғни 4-тің жіктелу саны 2 мен 2. 2-ге 2 қосқанда 4 болады. 18-ге 2-ні қосқанда 20, 20-ға 2-ні қоссақ 22 шығады. Ән нұсқасын қарайық. Конструктор жиынтығында 90 көк және 60 қызыл түсті бөлшектер бар. Қандай түсті бөлшек артық, нешеуі артық дейді. Бұл жерде балалар, қызыл түсте көк түсте белгілі. Бірақ қайсысы артық? 90 артық па әлде 60 артық па? Яғни көк түсті бөлшек артық па? Әлде қызыл түсті бөлшек артық па? Әрине көк түсті бөлшек артық. Қаншаға артық? Ол үшін істейміз. 90-нан 60-ты азайтамыз. Бірден мәнін жазасыздар өрнектің. Бысы конструктор жиынтығында 100 бөлшек бар. Олардың 30 сары түсті, қалғаны қызыл. Конструктор жиынтығында неше қызыл түсті бөлшек бар? Не істейміз балалар? 100-ден 30-ды азайтамыз. 70 қалады. Сонда қалған қызыл түсті жиынтық ол 70 екен. Конструктор жиынтығында 100 бөлшек бар. Ұшақты құрастырғаннан кейін онда 30 бөлшек қалды. Ұшақ құрастыру үшін неше бөлшек пайдаланылды? Қалды деп тұр. Барлығы 100 болды. Қандай амал қолданамыз бұнда да? Азайту амалын қолданамыз. 100 бен 30-дың айырмасын табамыз. Ендеше дәптерге түсіндірме бойынша есептей қой. Енді балалар, 4-ші тапсырманы қарайық. Өрнектердің мәнін тап. Есептеу үшін санды сәулені пайдалан. Есептеуді түсіндір. Қарайықшы балалар. 6 мен 4-тің қосындысына 2-ні қос дейді. Бірінші міне тиімді тәсілі толық ондыққа жеткіземіз. 6-ға 4-ті қосамыз 10, 10-ға 2-ні қосамыз 12. Сол сияқты 8 бен 2-нің қосындысына 5-ті қос. Тиімді тәсілмен жазулы тұр. 8-ге 2-ні қосамыз 10, 10-ға 5-ті қосамыз 15. Осылайша өрнектің мәнін табасыздар. Сандық сәулеге қарайық. Сандық сәуленің бойында бірінші 6 тұр, 6-ға нешені қосқанда 10 болады. 4-ті қосқанда. Одан кейін толық ондыққа жеткіздік. Одан кейін екінші қосылғыш 10-ға 2-ні қоссақ 12 болады. Сол сияқты азайту амалын қарайықшы балалар, екінші сандық сәулені. Азайту амалында 12-ден кейін қарата жүреміз, алға қарай жүреміз. 12-ден 2-ні азайтамыз, 10 болады. 10-нан 3-ті азайтамыз, 7 болады. Міне балалар, өздеріңіз осылайша осы аталған өрнектің мәнін табайық. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымызда ондықтан аттап өту арқылы қосуды үйрендік. Ендеше балалар, осымен сабағымыз аяқталды.